Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен Алмас Бірлігұлы Боқаев. Кеден қызметіне еңбек жолында 91 жылы, ол кездегі атауы Дружба кеден бекетінің инспекторы болып бастадым. Қазіргі таңда Достық станциясында орналасқан Жетісу облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті теміржол кеден бекетінің бас маманы болып қызмет атқарамын. Осы орайда өткен күндерге көз жүгіртер болсақ, 91 жылдың мамыр айында штаттық құрылым небәрі 4 адамнан ғана құрылған Дружба кеден бекетінің материалдық техникалық жабдықтау жағынан жоқтығына қарамастан, қызметтік пәтерде болмаған, соған қарамастан талмай еңбек еттік. Қазір жастарға барлық мүмкіндіктер берілген. Сондықтан жастарға еліміздің экономикалық деңгейін көтеру мен сыртқы экономикалық қарым-қатынасты жан-жақты дамыту үшін аянбай еңбек еттіңдер дегім келеді. Әріптестер, қызметтеріңе сәттілік тілеймін.